Сәлем достар, эфирде жұлдызды жаңалықтар, және мен Жұлдыз Жанбек. Кеттік. Арнау тобының әншісі әрі актриса Салтанат Бақаева анасына қатты сөйлеп қойып, оны ойламаған жерде ренжітіп алды. Алайда шоу-бизнес өкілі өз қатесін бірден түсініп, әлеуметтік желіде елдің көзінше анасынан кешірім сұрады. Желі қолданушылары эстрада жұлдызының бұл игі әрекетіне тәнті болып, оған өз жылы лебіздерін білдірген. Олардың айтуынша, өз қатесін ел алдында мойындай білу үлкен ерлік. Расында, сондай оларға қатты сөздер айтамыз. Бөтен кісіге жағымпазданып жүреміз. Иә, сол анаң болмаса осындай дәреже атақтан қайдан? Анаңа мың алғыс. Сондай қарапайымсыз ғой, тіпті анаңызды ренжіткеніңізді жасырып қалмадыңыз. Көпшілікпен бөлісіп, өз сырыңызды айттыңыз. Отандық танымал әнші Ақбота Керімбекова жаңа қызметке тағайындалды. Өнер иесі Шымкент қалалық мәдени тілдерді дамыту және архивтер басқарма басшысының орынбасары болды. Еске сала кетейік, Керімбетованың алдында белгілі әнші Майра Мұхамедқызы Шымкент қалалық опера және балет театрының басшысы қызметіне тағайындалған болатын. Оған қоса Музарт тобының мүшесі Сәкен Майғазиев Шымкент қалалық мәдениет үйі концерттік ұйымының басшылығына келді. Желі қолданушылары бұған қалай қарайды, білейік. Сәкен Майғазиев бастады, енді бәрі Шымкентке кетеді солай. Қош құрсын, концертке, тойға рұқсат бермеген соң, барлық әншілер мемлекеттік жұмысқа жабылып отырсыңдар ма? Ялсандарш? Жарайсың, Ақбота, лайықсың. Достар, ютубтағы белсенділік үшін рахмет. Сіздердің арқаларыңызда біз 5000 қаралым жинадық. Айта кетейік, кеше ғана арнамызда балалармен түсірген жаңа видео шықты. Сол видеодан үзінді дәл қазір. Танцевать, веселиться. Много спать. Как невидимка? Да. Шахматы, вещь хорошая. Ну, 50 на 50. Как повлиять на 1 миллиард человек? Блин, если я буду рассказывать, потом мне придется объясняться перед женой. Міндетті түрде видеоны толығымен қарап, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал егер де сіз балаңызбен бірге қазақ тілінде қызықты сұрақтарға жауап беріп, жобамызда қатысқыңыз келсе, Ақсана Инфо Инстаграм парақшасына немесе төменге жазыңыз. Жазып жатқан ойларыңыз үшін де көп рахмет. Рахмет, жақсы ролик екен. Каналыңызға сәттілік. Біз әсіресе соңғы жылы жаман жаңалықтардан шаршадық. Проблемаларымызды ұмытып кетуге мүмкіндік беретін осындай жеңіл, ерекше жобалар болғай. Осы емес пе бізге керегі? Ақсана, тек қана алға. Сіздер жұлдыздардың қалай билей алатынын білесіздер ме? Қазақ әйелінің эталоны саналатын Қарақат Әбілдина көпшілікті бимен таң қалдырды. Желі қолданушылары Әбілдинаның биіне таң қалысты. Бір қызығы, олардың арасында әншіні жақтағандар көп болып шықты. Не болды сонша жылқынып? Анасын ғой, ялсаш? Бұл әнге билемеу мүмкін емес. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін билейді әлі. Онда тұрған не бар? Билесе жарасады өзіне. Жаман еш нәрсе көріп отырған жоқпын. Кей-поптағы тұңғыш қазақ қызы Айғаным Жалинова. Айғаным шетелді өнермен бағындырмақ ниетте осыдан 2,5 жыл бұрын Сеул қаласына арнайы қоныс аударғанды. Талай кастингтің табалдырығын тоздырған ол кейіннен оңтүстік корейлік Alpha Ray Girls бэндінің мүшесі атанды. Айғаным үшін бұл ұжымның құрамына өту оңай болмаған көрінеді. Алайда Айғаным аталмыш ұжымда ұзақ өнер көрсетпеді. Топтан кетсе де Айғаным шығармашылығын тоқтатпақ емес. Бұл күндері оған өзге өнерпазға, өзге корейлік музыкалық лейблдар ұсыныс білдіріп жатқан көрінеді. Меніңше бұл топтың активі тек Айғанымның арқасында көтерілген сияқты. Себебі ТМД елдері Айғаным үшін оларды қарап тыңдады. Барлығы бұл топ жайлы бірінші рет естіп тұрған сияқты, жерлесіміздің арқасында.
Айғанымға болашақта сәттілік тілейміз. Қазақстан сенімен бірге. Шопан ата баласы Жамбыл облысының тумасы Әбдіқадыр Наурызбек тиктокта танылған елдегі ең атақты блогерлердің бірі. Ауылда өскен қарапайым қара баланың өмірін 2 миллион оқырман бақылайды. Родители знают, что ты снимаешь ТикТок, и у тебя почти 2 ляма. Не только родители знают об этом. Весь аул знает. Весь Жамбыл облысы знает. Понимаешь? Атам маған осындай блогер бол, осыны көр деді. Ертең блогер болсан, бәрі тамаша болатын айтты. Атамның өзіне де тикток ұнайды. Оны қарайды, деді Әбдіқадыр Наурызбек. Когда у тебя нету друзей? У меня много друзей. У меня 360 баранов, они все мои друзья. У меня 8 собак, они все мои друзья. Бүкіл әлем сен туралы білетін сияқты. Қойларды бағып танымал болған күшті шығар да? Қазақтың қарапайым баласы. Болашақ жұлдызсың ғой, алға баса бер, брат. Тағы да айта кететін жайт, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, шеф жобамызды одан әрі сапалы, сіздер үшін қызықты болу үшін келіссөздер жүргізіп, жаңа жобамызды бастауға дайындалуда. Бұл жоба жайлы келесі шығарылымда біле аласыз. Жіберіп алмаңыз. Бүгінге осы арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Сау болыңыздар.